Қайырлы күн, құрметті оқырман. Бұл Тарих Тайм подкасты біз қазақ тарихына, оның мәдениетіне, өнеріне үлес қосып жүрген тұлғалардың сүбелі сұхбатын тыңдаймыз. Біздің бүгінгі қонағымыз Қазақстан Республикасы Суретшілер одағының мүшесі, ұстаз, профессор Тоққожа Мұхажанұлы ағамыз. Қош келдіңіз аға. Қош көрдік. Ең алғашқы сұрақ, сізді орталық музеймен не байланыстырады? Орталық музей сіз үшін несімен қымбат, содан бастайықшы. Осы Алматы қаласына 1979 жылы мына Абай атындағы Қазақ педагогикалық институтының көркем сурет графика факультетіне түскенбіз. Сол кезде бірінші курсқа түскен студенттерді мұражайлар мен музейлерге апару болады. Сондағы бізге ерекше әсер бергені осы орталық музей. Ол біздің тұнып тұрған қазақтың тарихы. Өткен заманнан бергі біздің тарихымыз, этнографиямыз, біздің ата-бабаларымыздың, мысалы олардың өнердегі, мысалы домбыра болсын, басқа да аспаптар болсын, балбал тастар болсын, бәрін осы жерінде болады. Алаша қазақтың тұрмыстық дүниесінде не ұстады, осының бәрін уақытысында батырлардың киген сауыт сайманы бәрін осы жерінде болады. Яғни біз осы жерден өткенімізді көре аламыз. Бүгінімізді байқаймыз. Болашақты болжауға болатын дүние осы орталық музейде деп. Көрмеңіз өтті, біздің музейде? 2017 жылы сол жаңағы менің тәрбие білім алған ортам Абай атындағы университеттің 90 жылдығы менің 55 жылдығыма сәйкес келді. Сол үнсіз музыка деген көрмемді осы музейде өткіздік. Яғни 50-ге тарта тұлғаттық жұмыстар қойдық. Сонда осы жердегі қызметкерлердің айтқаны 2000-нан аса көрермен келді деп. Яғни бұл өте бір тамаша көрсеткіш деп сол кісілердің айтқаны бар. Оны енді жаңағы видео, фото документтерден де көруге болады. Осында өтіп жатқан көрмелердің бәріне келем, осында қатысып отырамыз. Содан біліп, содан танып сізді, сол кезде сізбен сұхбаттасып, сол тұлғалар туралы өзіңіз әдемі ойларыңызбен талай бөлістіңіз. Сол үшін сізді бүгінгі подкастымызға арнайы шақырдық аға. Рахмет. Енді сіз портрет жанрының хас шеберісіз, оны көпшілік сізді сол жағынан өте жақсы таниды. Жуырда ғана бір сұхбатыңыздан тыңдап қалдым. Сіз Мұқағали Мақатаевтың жаңағы портретін салардың алдында түс көрген екенсіз, кәдімгідей аян деген дүние болады. Жалпы ғайыпқа сенесіз бе аға? Сіздің түстеріңіз сізге жаңағыдай шығармашылық шабытты қаншалықты береді? Сол туралы айтайықшы. Енді бұл түс әлемі, бұл аян түс деген болады. Бұл таңға жуық болады. Яғни сіз оянғаныңызда түсіңізді көргенді анық көресіз. Ал сол өмірде қайталанып жатады. Ал Мұқағалиға келетін болсақ, осы студенттер қысқы каникулға кеткен кезде Мұқағали Мақатаев салсам ба деген ой келді. Соны салсам ба деген кезде мен түс көрдім. Түсінде Мұқағали Мақатаев ағамыз екеуміз Қарасаздың жанында бұрын Киров болған, қазір Шәлкөте дейді, сол ауылда біз бір кеңсенің ішінде кездесіп отырмыз. Столдың ар жағында ол кісі отырып, бер жағында мен отырмын. Соны айтып жатырмын, Мұқағали аға, мен сізді суретіңізді салайын деп жатыр едім деп. Сөйтсем Мұқағали ағамыз столды беті бұрып отырып, дамылда жаным, дамылда, бақытты бір осы шағыңда дейді. Содан кейін мені жетектеп сыртқа шығамыз. Содан кейін маған айтады, сен сол салған суретіңді Қарасазға апара бер. Мен айналып барып көремін дейді да, анау ГАЗ-53 машинасына отырып кетіп қалды. Ертесінде тұрғаннан кейін түстегі қараған Мұқағалидың бейнесі көз алдында жақсы сақталып тұрды. Содан кейін өлеңдерін қарасам, қара жер болар құс төсек, аспандай қара жамылда, дамылда жаным, дамылда, бақытты бір осы шаңда деген өзі Мұқағалидың өлеңі. Содан кейін мұны Мұқағалида сол 3 күнде салып болдым. Кейіннен мұны Мұқағалидың жары Лашын апайымызға көрсеттік. Ол кісі маған мынандай сұрақ қойды. Сен ағаңды көріп пе едің деді. Жоқ, ол кісі дүниеден озғанда мен 7-ші сынып оқып жүретін деп. Мұқағали салам деген адамдар көп болды дейді. Салды дейді. Одан Мұқағали жоқ дейді.
сен нағыз мұқағали салдың деді. Яғни маған еңбегіме ол кісінің өзі баға берді. Сонымен бірге жазушылар, ақындарға көрсетім суретті, олардың бәрі де бір ауыздан мені құптады. Сен нағыз мұқағалиды келтірдің өмірге. Енді абай салшы деген әңгіме сол кезде маған абай салу туралы ұсыныс сол кезде түсті. Яғни 1988 жылы мен Мұқағали Мақатаевты салып шықтым. Ал енді сол түсте Қарасазға апара бер, мен барып көрем дегеннен кейін жаңа Лашын жеңгеміз айтты, осыны енді мұражайына берсең. Сол кездегі анау нелерге пайдаланды. Теледидарға шақырған кезде кездесулерге апарып суретті қойып жүрді. Кейіннен сол мұражайға апарып берсеңіз деп сұрады, апарып бердім. Мұқағалидың түстегі Қарасазға апара бер, айналып барып көрем дегені осылай болып шықты. Аға, жалпы бүгінгі студиямызды сіз бір өзіңіздің әдемі картиналарыңызбен шағын бір көрмеге айналдырып жібердіңіз. Өзіңіздің жаңағы туындыларыңыздың ішінен сізге ең жақыны, ең қымбаты портрет жанры бойынша ол қай картинаңыз? Жалпы сурет өнерінде, бейнелеу өнерінде ең қиын жанрдың бірі портрет болып келеді. Мен енді әрқайсысына да қаламды сілтеп жаза беремін, бірақ мына портрет, яғни мен оны тұлғат деп аудардым. Сол тұлғат, қазақ тілінде тұлғат деп аудардым. Жақсы аударма. Тұлғатты сол негізгі айналысып көбірек жұмыс жасайтыным осы тұлғат болды. Яғни сол 80-ші жылдардан бастап ақ жұмыс жасап келе жатырмын. Алғашқы тұлғатым 1979 жылы оқуға түскенде 11 қыркүйек күні әкем дүниеден озды. Мен әкемнің 62 жасында дүниеге келген боламын. Яғни 17 жасымда әкемнен айырылдым. Ал енді екінші курста оқып жүрген кезде бізде осы тұлғатты оқыту басталды. Екінші курста оқып жүргенде тұлғат салуды үйрету басталды. Тұлғат дегенді кешіріңізші аға, сөзіңізді бөлгеніме, қайдан бұл атауды сізге ойыңызға келді? Тұлға дейді, тұлғат дейді, содан кейін белдемше дейді. Қазақта сөз көп. Бірақ соны пайдаланбай кеткенде портрет деп кете берген. Сіз соны портретті тұлғат деп өзіңіз аудардыңыз ба? Әлде бұл жалпы біздің тіл мамандарының аударды? Тұлғат деген жоқ, тіл мамандар емес, ол тіл мамандары бұл жақты түсінбейді ғой. Тұлғат бірдеме деп, мынау тұлғаты деп айтылып кете беретін сөздер бар. Ұстаз ретінде енгіздіңіз осы сөзді. Керемет аға. Соны төл тұлғат, автопортрет деген. Сонымен бұл кісіге берген суретті көріп қалғанда, о, жәкем деп таң қалып, содан мені көріп айтады, айналайын-ай, мынау оқуың дұрыс екен дейді. Ана кіріп барғанда, жәкем тірі адамдай алдымнан қарсы алды дейді. Сонда таң қалдық, мынау өнерің керемет, жақсы екен деп айттым. сондай бір шынайы бейнесі. Содан кейін ой келді. Анамды енді кішкене ауыршаң болып жүрді. Мұқағали айтқандай, анам менің иіліп бара жатыр, қай күні келер екен алап жатыр. Жел келіп сыбырлайды аят оқып, бір күні айырыласын қарада тұрды. Бұл кісі де кетіп қалуға ма деп, содан кейін анамның портретін салдым 3-ші курста. Сол 3-ші курста салған суретімді анама көрсеттім, жаңа туындымды. Ол кісі қатты риза болды. Сол жұмысты мен кейіннен мынау жігер деген ол кезде республикалық көрме болатын, соған қойдым. Сол жігерден кейін ол жұмыс туралы кезінде социалистік Қазақстанға өнертанушылар жазды, реалистік өнерде жетістіктері бар деп. Содан кейін бүкіл одақтық Мәскеуде көрме болды, соған барды. Сол Мәскеуде 15 республиканың жас суретшілерінің көрмесінен менің жұмысымды Ресейдің көркемсурет дирекциясы сатып алды. Ол жұмыс сонда қалды. Анаңыздың алғашқы портреті? Алғашқы портрет, оны көрді. Ал енді анам 1994 жылы 18 желтоқсанда дүниеден озды. Содан кейін ойыма келді, енді анамды осы бір бейнесін, енді өзім тұлғат саласында жұмыс жасап жүргеннен кейін бір бейнесін қалдырсам ба дедім. Оны қалай салсам? Яғни акварель бояумен салғым келді. Майлы бояуда кеткен қателіктерді түзеуге болады. Немесе қырып алып тастап қайта салуға болады. Ал акварель бояуында бір салынған дүние қайтадан түзеуге келмейді. Сондықтан сол анамның портретін акварель бояумен 1998 жылы салдым. Осы портрет, сол портреттердің ішіндегі шоқтығы биік осы ғой деп ойлаймын. Ол туынды мына біздің артымызда тұрған анаңыздың портреті. Рахмет сізге алып келгеніңізге, сіз үшін осындай құнды еңбекті аға. Енді жалпы поэзиядан жаңа біраз жырларды осының өзінде оқып тастадыңыз. Соған қарағанда сіз
бір өлең жазатын секілді көрінесіз, түр тұлғаңызда сондай бір ақындық бір болмыс бар сізде аға. Анау ақындардың осы өнерге келген әдебиеттегі қарайтын болсақ, мысалы Бердібек Соқпақовты алатын болсақ, бірінші Өлең өлең жазудан жазған, бастаған, одан кейін бар жазушылыққа иә. кеткен, романдарын жазған көп адамдар да болады. Балалық кезде менде де сондай өлең жазуға осы бір өлең өзі келіп отырады. Аха. Мысалы домбыра тартып домбыра үйренгім келді. О, Сонда Талғарда мынау техникум болған. Сол техникумда менің үлкен ағам оқып жүрген. мгм. Соған бір өлең жазғам: армысың асыл аға, мың сәлем тауыңа да тасыңа да, еліп кішілікпен сәлем берем, өзімізден ерен шыққан ер ағама деген. Әйтпесе соның тағы бір жерінде талғардың солып жатқан даласына деген сияқты өлеңдердің осы бір шумағы менің есімде қалыпты. Бірақ сол домбыраны ол кезде енді біз білмейміз ғой. Қала жақта тұрғаннан кейін ол студент стипендиямен өмір сүргенін білеміз, домбыра алып келе алмады. Содан кейін маған ой түсті: бұны мен өзім неге жазамасқа деп. Яғни анау бестік тақтай деген болады, содан мен домбыра ойып жасадым. Ойып жасап, бетіне фанер қағып, содан кейін оны бояп, ал мынау чертетін жерге анау ақсақал домбыра жазып отыр, аттардың шауып бара жатқан дала, сондайды салып, сурет салып, аудандағы көрмеге апарып қойдым. Сонда елдер тартып көріп, мынау тартылады екен, анау мынау деп сондай домбыра жасады. Ең алғаш көрмеге сіздің картинаңыз емес, домбыра шыққан екен, Домбыра домбыраңыз. қойылды. Домбыра қойылды. Содан кейін домбыраның өзін сол 9-шы сыныпқа барғанда бірге оқитын қыздан үйрендім. Содан гитара, өз әуестіктер болып жатады. Ал енді негізгісі дүние суретке қарай ынтызарым көбірек болды. Яғни анау бала кезде қозы, қой қарап жүрген кезде менің өзі туған жерім керемет, табиғаты құлпырып тұрған Хантәңірдің етегі. Сол Хантәңірдің етегінде Қаратоған деген ауыл бар. Сол жерде соның анау қайшының жанында менің мектепке дейінгі балалығым өтті. Сонда таулар, аналарды көрген кезде мына жерді қара топырақты былай жайып жіберіп, мен соған сурет салатынмын. Тағы екінші бір керемет жақсы жартастар болады. Соған жұмсақ тастар болады, сонымен сурет салатынмын. Яғни менің сол алғашқы сурет дәптерім қара жермен жартастар болды ғой. Міне содан басталды. Ал енді сол 1969 жылы 1-ші сыныпқа барғаннан бастап Тұрымтай тәтеміз болды, Ораз Шәкіртова апайымыз болды. Олар осы менің суретке қабілетімді көргеннен кейін өздері де бір мынаны салып кетпеші, анау деген сияқтылар болды. Бақыт Ораз деген ағайымыз болды. Ол мынау дене шынықтырудан беді, бірақ ол кісі суретпен айналысатын. Сол кісінің жанында жүріп суретті үйреніп, содан 79 жылы Алматы қайдасың деп келдік қой. Содан әлі осындамын дейсіз ғой. Керемет аға. Мен сіздің 2014 жылы бір сұхбатыңызды тыңдадым. Сонда бір сұрағыңызда құлағым шалып қалғаны, сол кездің өзінде $10,000 сіздің ақш долларына сіздің суреттеріңіз бағаланған екен. Жалпы қазір Қазақстанда суретшілік өнер, жалпы бекзада өнер ғой, бір элиталық топ қой негізі суретшілер. Суретшілер қаншалықты табыс табады аға? Енді мына жастарға мотивация болсын, осы дүниені де айта кетейікші. Мысалы, менің қызым суретші. Қазір біз оның жаңағы еңбек құралдары дейміз ғой, сурет салатын құралдарына кәдімгідей біраз қаражат кетеді. Қазір суретші болу да оңай емес. Кез келген адам суретші бола алмайды. Кәдімгідей кәсіби суретші болу үшін де біраз балаға еңбек керек, қаражат салу керек деген секілді, бірақ сол қаншалықты ақталады? Сол туралы айтыңызшы. Оны енді бір салыстырмалы түрде қарайық. Мен мынау шығармашылық жұмыспен бірге ғылыми жұмыспен де айналысамын. Ғылыми жұмыста мысалы жай қалам, дәптеріңіз болса болды. Сонымен жазып отырасыз да. Осы ғылымның өзі басталуында кедейшіліктен басталады. Сіз архивке барасыз, санағын кетесіз, сонымен да, ал енді бұл жинақталып, бәрін жинақталған кезде байлықпен өміріңіз аяқталады. Өйткені жинаған дүниеңіздің бәрі ертең соның бәрі сізге қызмет істейді. Сіз жаңа тепеңдеп жүріп жинаған дүниеңіз ертең жасыңыз келген кезде сізге ол қызмет етеді. Ал сурет өнерін жақсы айттыңыз, бекзат өнер деп.
жалпы Европа болсын, Россияны болсын алып қарайтын болсақ, бұл сурет үлкен қаражатты қажет етеді. Иә. Яғни сенде оны мысалы оған керекті дүниелер бар. Оның қылқалам болсын, бояулары болсын, оның кене болсын, оның бәрі үлкен ақша келеді. Мгм. Ал енді олардың бәрі жасалу технологиясы қиындау болғандықтан ол қымбаттау тұрады. Сіз оны аласыз. Ал енді оны сатылатын жұмыс қымбатқа түседі. Мгм. Яғни оны бай адамдар алады деген. Мгм. Оны көрінген енді екінің біріне қазір мынау технологияның дамуына байланысты қазір әр жерге қыстырылып жүр ғой. Мгм. Ал негізгі көркемдік туынды ол қымбаттау тұрады. Мгм. Ал енді менің өз өміріме келетін болсақ, өнерім өмірім Иә. мені бүгін асырап, осы мынау кішкене осы қалаға келгеннен бастап, Мгм. үй алу болсын, басқа заттар болатын болсын, осының бәрі осы сурет өнерімен келді. Өнермен таптыңыз. Иә. Ал енді менің өмірімде мынау кішкене портретке, соңғы менің автопортреттерімді көп саламын. Мгм. Осы 2017 жылы осы көрме қойғанда елдер менен сұрады, өзіңізді жақсы көресіз ау деймін. Иә, иә. Ал енді ол жақсы көрілетін емес. Мен Жамбыл педагогикалық университетінде 3 жылдай болып келдім. Мгм. 1987 жылы Абай университетіне келдім. Мгм. Сонда жұмыс істеп жатқаннан кейін 91 жылы мені деканның тәрбиеші жөніндегі орынбасары қойды. Мгм. Яғни қоғамдық негізде. Мгм. Ал енді сонда қарасаңыз, ол сағат 9-дан 5-ке шейін жұмыс істеген сөз. Мгм. 6 тәрбие жұмысы болғаннан кейін кейде 11 Мгм. іс-шара болатын болса, оны жүре бересіз. Мгм. Яғни менде бір-ақ күн жұмыс күні бар. Ол демалыс күні. Мгм. Қолым бос болғанда осы кезде сурет салады. Онан кейін оқу ісі жөніндегі кафедра меңгерушісінің Соның өзі орынбасары, сізге біраз табыс әкелді. кафедра меңгерушісі, институт Мгм. директорға шейін қызмет етті. Осының бәрі менде жұмыста 6 күнім жұмыспен кетіп жатыр. А, 2 Яғни күн ғана картинаға отырып, сіз сол ал үй енді алатындай табыс иә, таптыңыз. қазақ дүниесінде қонаққа бару деген бар. Иә. Демалыс күні. Соның арасында жаңағындай жұмыс жасауға тура келді. Ал сол жұмыс жасау кезде мына суретшілерде қолын келтіру деген бар. М. Яғни сурет салғанда ми, көз, қол үшеуі жұмыс жасайды. Көзбен көрген ми ортасы, қол оны салып шығу керек. М. Яғни соны мына сурет салмай жүргеннен кейін қол кетіп қалады. М. Осыны қалпына келтіру дейді. Мысалы қалпына келгенде біреуді алып мен салайыншы деп айтпай алмайсыз ғой. Мгм. Яғни мен өзімнің автопортреттерімді салып қолымды дайындаймын. А, Міне сол кезден бастап менде өзімнің автопортреттерімді иә. әр кезде салу Мгм. содан қалыптасты. А, Ал енді сонан енді бір адамға жаңағы тұлғатын портрет деп жатырмыз. автопортретті де аударып алған шығарсыз. Автопортретті енді портретті тұлғат дедік қой. Мгм. Автопортретті төл тұлға. Төл құжат деп жүрміз ғой, сол сияқты. Мынаны ғылымға енгізу Яғни керек аға. төл өзімнің Мгм. тұлғатым деген сөз ғой. Мгм. Яғни автопортрет төл тұлғат өзі бір жаратынды келді. Мгм. Бұл менің өзім осы жақында кескіндеме атты оқу құралым Мгм. шығарды. Ол енді толыққанды шыққан қазақ тіліндегі алғашқы Мгм. оқу құралы. Мгм. Ол сол жерге де мен оны Мгм. кіргіздім. Мысалы ана өзіңіздің қызыңыз жөнінде айтып отырсыз да. Иә. Яғни оған сіз ана ретінде қазір қандай шығын шығатынын көріп отырсыз. Иә. Басқа жоғары оқу орындағыларға жаңағы автоқалам, Иә. қағаз болса болды. Иә. Біз жерде оның қағазы бар, басқа дүниелері бар, ол материалдық шығын алып келеді. Иә. Бұл студенттің өзіне де қиынға келіп түсіп отырады. Біздің кезімізде біз кеңес кезде өмір сүрдік қой. Мгм. Яғни мынау 7 қараша, жаңа жыл, М. дүкендердің терезелеріне сурет салу, 1 майға жазу сияқты жұмыстар болатын да, соңы безендіру жұмысын бәрін суретшілер істейді. Сондықтан ол кезде біз жақсы, студент кездің өзінде де жақсы ақша таба алатынбыз. Одан материал ала алатынбыз оларға. Ал енді қазіргі балаларға олар қиындау. Иә. Сондықтан оларға ата-ананың көмегі керек. Ал енді осыны салып, өз деңгейінде үйренсе, яғни талант 1% болатын болса, тал сөйтті 99 еңбекпен келеді. Еңбектің арқасында жетеді. Мгм. Біз мысалы бала кезімізден бастап мен жұмыс істедім. Иә. 3-ші сыныпта қол ұстағандарға барып мен 1 айдай жұмыс жасадым. Сонда 9 сом ақша таптым. Бірақ сол ақшаны маған бермеді. Неге дейсіз ғой? Сонда бухгалтер айтыпты, балаңыз мектепте 1-7 жұмыс жасау керек, жасамай кетіп қалған. Соны мектепке аударамыз дейді. Енді ол мектепке аударылған жоқ. Мен сол 3-ші сыныптан 9-шы сыныпқа шейін жаз айының бәрінде жұмыс жасадым. Сол уақыттың бір кезінде сол бізде бригадир болған бір тамаша азамат болып еді.
сол кісінің кезінде ғана менің толық ақшам өзіме 186 рубль жазылды. Сом. Қалған кездің бәрін әкеме беріп отырған. Яғни әкем 30 сом пенсия алады. Оқу кісіге бір 50 мың беріп қойса, бол. 50 сом беріп қойса, Иә, ол жақсы екен дейді. Ал сонда сол кезде таза еңбек, сол үйреткен еңбек, сол мені мына бүгінгі өмірге алып еңбекке жаңағы 7 күн келді. жұмыс әлгі демалмай жұмыс жасауға үйретті. Оны кейіннен мына емдеп жүрген дәрігерім де айтады ғой, сіз организміңізді тоздырып алғансыз дейді. Яғни сізге демалу керек қазір. Бәрін тоқтатыңыз дейді. Денсаулық ең басты дейді. Ал енді сонымен бірге әкемнен қалған бір жақсы дүние осы еңбекке үйретті. Содан кейін адалдыққа үйретті. Бір күні мектептен шығып келе жатсам, келіп жолда автоқалам жатыр. Біз бұрын ана сиямен жазатынбыз ғой. Автоқалам тауып алып келіп көрсетсем, мұны қайдан алдың дейді. Мен айтам, көшені тауып алдым дейді. Ал сен бұл кімдікі деп сұрадың ба дейді. Жоқ дейді. Сен оны апарып сол жерге таста дейді. Сен қайтып кел дейді. Қайтып кел, апарып тастадың дейді. Мен барып тауып келсем, барсам жоқ. Басқа адам алып кеткен. Міне осындай тазалықты, адалдықты осы кісіден, осы дүниеден үйрендім. Яғни саласында ол адалдық, тазалық ауадай жаңағы мектепте 3-ші сыныпта жүргендегі ала алмай қалған ақшамнан үлкендерден көрген әділетсіздікте сол кезде мен шөптің үстінде жатып, көзіме жас алып жатып, осыдан министр болып сол кісілерді жазалаймын деп ойлағам. Бірақ соны 10-шы сыныпқа келген кезде ол ойымды ұмыттым. Ол кісілердің есімінде есім алмаймын да. Солай болған екен ғой деймін. Ал енді сіз шыңдалу үшін керек дүние болған шығар. Иә, ол өмір соны бір шыңдады да. Қатайту бар. Содан кейін мына таза еңбекке бар жаныңмен салатын. Яғни бұл суретшілерге қызыңызға да өте керекті дүние осы. Ол еңбекпен, маңдай термен келеді. Өздері ойлайды, бүйтіп сала салады ғой, боя салады ғой деген сияқты. Оны салу, композициясын табу, оның мына портретте тұлғатта сыртқы ұқсастық пен ішкі мән беру. Міне осының бәрін шығару ол оңай болмайды. Адамдардың өзінде көздері бір-біріне кішкене ұқсамай келеді. Соңғы шейін табуым керек. Екеуі бірдей ұқсатып қойсақ, ол ұқсамай тұрады. Екі көз бірдей болмайды ғой. Екі көз бірдей болмайды. Бұлай айтылған дүниелерді айтады. Адам өмірден өтетін кезде екі көз теңесіп кетеді дейді. Осындай да бір айтылып жүрген сөз бар. Мысалы, мен қызымның портретін, тұлғатын салып жатқан кезде стандарт бойынша көзін сала салам. Сөйтсем, бәрі келіп тұрды, бірақ ұқсас жоқ. Неге? Сөйтсем, көзім стандарттан үлкендеу. Яғни адам көз үлкендеу екен. Ал сол салғаннан кейін бар, қалпына келеді. Осындай дүниелердің бәрі ол былай салыстырылған сияқты болады. Суретшілерге бір керек кеңес сияқты бұл, иә, болашақ суретшілерге. Енді жаңағы 10 мың доллардың қаншаға өскенін айта алмайсыз ба? Ол енді әр кезде әр түрлі тапсырыстар болып жатады. Оны енді бір ауқатты адамдар болады. Ең қымбат сатылған картинаңыздың бағасын айта аласыз ба? Ал енді ондайда бір данда қымбат бір тапсырыстар болған. Ол адам кейіннен ол кісіні таба алмай қалдым. Шетелге кетіп қалды ма? Енді қанша миллион теңгеге шаққанда ең қымбат деген? Ол енді кәдімгідей болатын енді. Бірақ енді қолға түспегеннен кейін оны айтпай ақ қояйын. Айтпай ақ қоямыз ба? Жақсы. Аға, енді жасанды интеллект қазір пайда болды, иә? Кейбір жаңағыдай ғалымдар тіпті мынау суретшілердің орнын басуы мүмкін деген сияқты да болжамдарды айтады. Дегенмен сіздің ойыңызша жасанды интеллект сурет өнерін ығыстыра ма, әлде оның одан сайын қолмен салынған дүниенің құндылығын өсіре ма? Қалай ойлайсыз? Мысал ретінде кітап дизайнын қарайық. Кезінде қолмен кітап дизайнында жасалды. Бұл керемет суретшілер ана кітаптың ішкісін сурет арқылы көрсетеді. Ал енді компьютер келді. Компьютерден алып жасай салатын болды. Жылтыр кітаптар көбейді. Бірақ құны түсіп кетті. Бұл жасанды интеллекттің келуімен өзгерістер болады. Яғни мысалы бухгалтер мамандығы, мына автоматтандыру, мысалы құқықтанудың жай мына қағаз жасайтын дүниелердің бәрі
немесе мынада кейбір Цифрланады. офистердегі дүниелердің бәрі жасанды интеллект істейді, ол мамандықтар қысқаруы мүмкін. Мгм. Ал енді осымен келуіне байланысты жоғарғы оқу орындарында оқытылып жүрген кейбір пәндер жоқ болады деуге болады. Ал енді сурет өнеріне келетін болсақ, бұнда да өзгешеліктер болады. Яғни классикалық өнерді салу үшін суретшілер болады. Оларға үлкен тапсырыспен жасалып береді. Ал енді қазір байқап жүретін болсаңыз, анау ата бабаларын жасасақ, ескерткіш қойсақ дейді, жасанды интеллектке бәрі салады. Батырдың киімін кигізіп қояды, анау бет бейнесі қазаққа келмейтін басқа бір адамды жасалып қойылады. Яғни адамның ішкі дүниесіндегі беретін дүниені жасанды интеллект бере алмайды. Қол өнер, мынау зергерлік өнерлер заманауи арт, яғни бренд. Әркімнің өз бренді, өз шеберханасы, яғни сататын дүниесін кәсіптік дүниеге қарай айналыса бастайды. Ал енді дипломның өзінде де сұрақ болады. Дипломды алып, егер өзіңіз қазіргі жасанды интеллекттің жетістіктерін меңгеріп алмасаңыз, онда сіз ешкімге керек болмайсыз. Оны меңгерген адам мүмкін дипломсыз да сізден де құнды жұмыс жасауы мүмкін. Сондықтан қазіргі келіп жатқан жаңалықта ол суретшілер меңгеру керек. Яғни цифрлық дүниені алып отыру керек. Мысалы, Иванов деген Ресейдің суретшісі болған. Анау Христостың адамдарға көрінуі деген картинасын 20 жыл жазған. Соған керекті дүниелер. Ал енді оны қазір жасанды интеллект бір сағаттың ішінде композициясын ойластырып беруі мүмкін. Көрдіңіз ба? Яғни уақыттың жылдамдығы келді. Ал суретшілер де енді жылдамдықпен осының меңгеру керек. Сонда оның дүниелері шығып отырады. Өзіндік брендін қалыптастыру керек. Керемет аға. Нағыз өзінің брендін қалыптастырған суретшілер тарихта қалады дейсіз ғой. Енді қараңызшы аға, ұстазсыз, енді бұны да қысқа ғана айтып өтейік. Сіз мынау болашақ суретшіні бірден тани аласыз ба? Мысалы, оның түстерді үйлестіруінен, мінезінен, өзін ұстауынан неден байқауға болады? Міне осы баладан суретші, мықты суретші шығады деген дүние. Енді мынау 40 жылға таман ұстаздық жұмыс жасап жүрген кезде әртүрлі бала алдыңнан өтеді. Олардың ішінде осы бала қалай деген сияқты болатындардан кейін еңбектің арқасында үлкен еңбегінің арқасында өзін көрсете білетін адамдар шығады. Табиғи берілетін адамдар болады. Табиғатынан ол ішкі дүниесінде суретші болып келеді. Яғни өнерге сіз соны қалай анықтайсыз аға? Табиғатынан ішкі дүниесінде бар екен. Ол енді мына адамды қарап, мынау суретші, мынау демейсің. Анау жұмыстарынан көргеннен кейін байқап айтуға болады. Сонан кейін біздегі бір дүние, кемшін қалып жатқан дүние, мектептегі осы бейнелеу өнеріне, музыкаға көп көңіл бөлмеуі. Егер қарайтын болсаңыз, қазіргі Нобель сыйлығын алып жүрген жаңағы математиктер, физиктер болсын, әдебиетшілер болсын қарасақ, өмір тарихын кішкене зерттеп қарасаңыз, олар не музыкамен, не бейнелеумен өнерімен айналысқан. Музыка бейнелеуіне логикалық адамның дамуын жетілдіреді. Одан кейін ол адамдарда бір кереметтілік өзінде, жан дүниесі таза болады. Ал енді сол мектепте балаларды қазіргі ата-аналарға айтады ме? Сол музыкаға беру, бейнелеу өнеріне беру керек. Қазір жүгіріп барып ағылшын тілін үйреткісі келеді. Бірінші сыныптан бастап, әйтпесе 5 жасынан бастап ағылшын. Ол тілде тез үйренеді, адам қалыптысы. Ал ішкі дүниені, ішкі мәнді тәрбиелеу, ол қиын. Ананың емшек сүтімен еміп отырып, бесік жырын тыңдаған балаға сол музыкаға бару керек. Бейнелеу өнеріне бару керек. Сонда ол баладан керемет ертең тұлға қалыптасады. Ішкі дүниесі таза, ол мықты математик те болады, ол физик те болады, ол әдебиетші, ол жазушы да болады. Ол қоғам қайраткері де болады. Бірақ оның ішкі стержінде тазалық тұрады. Рухани дүниеге деген жанашырлық тұрады. Соны сезіне алады. Ал енді біздерде қазір мына сурет өнерін міне бір ғасырға енді таяп қалды ғой. Оны түсетін адамдар көп жоқ. Мысалы, кейбір бай адамдар бар, олар оны суретті бейнелеу өнерін көп түсіне алмайды. Міне келмейді екен ғой мынау деген сияқты. Қазіргі дамуды қарқынын сезінбейді. Ол мүмкін кереметте бір үй салуы мүмкін. Кереметте бір мешіт салып беруі мүмкін. Ал енді өнерге, рухани дүниеге салынып жатқан дүние бар ма? Жоқ. Мешіттер салып тастадық. Бос тұр. Неге?
Ал сол мешіттерге неге балаларды оқытпасқа? Оқытамыз дейді, Құранда апарамыз. Ол Құранда бір айда жаттап алуға болады. Ал неге сол жерге физиканы, сол жерде математиканы, тарихты, философияны оқытпаймыз? Сол кезінде бүткіл Европаға сол шығыстың мұсылман елдерінен шыққан ғалымдар, он шақты ғалымы бүткіл ғылымды әлемге мойындатты да, Европа соны алды, қандай деңгейге жетті. Ал біз жаңағы мешітке тек Құран оқытып қойдық та, балаларда қандай деңгейге түсірдік балаларды. Яғни өсіш жоқ. Қазір космостың заманы бар. Қай мұсылман мемлекетінен осындайға жеткенін көре аламыз. Сондықтан балаларды жаңағы музыка осындаймен бірге ғылым жағына қарай тарту керек. Ғылымның болашағы жарқын. Сонда мемлекетіміз өседі, көктейді, көгереді. Ал енді мынау ғылымнан алып тастаған мемлекеттерді қандай деңгейге жеткізген көрдік. Мен сізге бір мысал айтып отырайын. Біздің халық өзінше басқа ұлттардан ерекшелігі бар. Ол талантты болып келеді. Осы бізді кезінде билеген Голошекин деген хатшы болған. Соның немересі Корешков деген азаматпен жасы менен үлкен болды, қазір қайтыс болды. Сол кісімен таныс болдым. Омбыда, Мәскеуде. Сол кісі екеуміз әңгімелесіп отырғанда маған мынандай айтқан: сіздердің халық ерекше талантты дейді. Мен алғаш рет осыны өзімнің әжемнен естідім дейді. Сонда Голошекиндер мал санауға барады екен. Солдаттармен барып, ана қойларды жинап, ана машинаның дауысы бар, адам даусынан еркін жүрген қойлар қашып ұстатпай, содан кейін солдаттармен қоршап отырып санайды екен. Сонда әрқайсысы әртүрлі цифр айтады. Содан кейін олар айтып, осылар алдында жүрген малының санын біле ме екен? Яғни біз орыс тілін білмегендіктен сауатсыз деп есептелген. Содан екі қой тұрып, қой алдына жүгіріп өткен. Соны санап айтқан, енді мысалы бір 101 бас деп айтайық. Содан кейін олар айтады, өтірік. Солдатпен қоршап 101 бас шыққан. Міне сол кезде қазақтар қойды ешқашанда бірден емес, 5-тен 10-нан садайды. Менің арифметика дегеніңіз осы міне. Сонда ол кісі айтады, енді соған менің көзім жеткені дейді. 15 республикадан кандидаттық докторлық диссертацияға қорғау келеді дейді. Кейбір кандидаттық қорғауға келген қазақтың балалары орысша жөн сөйлей алмай келеді дейді. Міне солар 15 республиканың ішінде алғашқылардың бірі болып қорғап кетеді дейді. Ерекше қабілеті бар. Мен соған сіздердің ұлтыңызға мен басым деймін дейді. Міне сондықтан біз болашақ ұрпағымызға оқу білімге, ғылымға қарай тартсақ, өнерге қарай тартсақ, онда біздің жетістігіміз, болашағымыз жарқын болады. Керемет аға, аз уақыттың ішінде қаншама құнды ақпаратты айтып өттіңіз. Енді соңғы сұрақты қояйық. Тоққожа Мұхажанұлының жеке көрмесі орталық музейде қашан өтеді? Жаңа айтып өттім ғой, 2017 жылы өтті. Енді бұл көрме жасау деген қазір кене ғана сурет салып, әйтпесе бір жылдың ішінде сурет салсап көрме жасай салатын адамдар көбейді. Яғни өз-өзіне деген жауапкершілік, ел алдында деген мынау жауапкершілік қалай болады? Бұл көрме жасау деген сөз жылдап дайындалу керек оған. Конечно, әрине. Оны дайындық керек, оны салу керек, өз-өзіне сыни көзбен қарау керек. Елдің алдына сен жұмыс шығарам деген кезде, ол жұмыстарды, сондай құнды жұмыстарды шығару керек. Мүмкін бір картинамен де, туындымен де көрме жасауға болады. Енді болашақта ойыңызда бар ма? Қазір мынау зейнет жасына келдік қой. Өткен өмірімізге шүкір дейміз, бүгінгі тәуба дейміз. Болашақ өмірімізден үміт күтіп жаратушы ұзағырақ өмір берсе, ондай дүние жасап, сол бір көрме жасаймыз деп ойлаймын. Ұзақ жасаңыз, біз сізді күтеміз. Орталық музейдің көрермендері сіздің көрмеңізді асыға күтеді деген сенімдеміз. Рахмет сізге. Танымдық ақпарат алдық өзіңізден. Қаншама сүбелі жаңа әңгімелеріңізбен, ойларыңызбен бөлістіңіз. Аман болыңыз аға. Жақсылықта, денсаулығымыз жақсы болып, аманшылықта кездесіп отырайық. Рахмет аға. Қымбатты оқырман, бізде бүгін қонақта болған Қазақстан Республикасы Суретшілер одағының мүшесі, ұстаз, профессор Тоққожа Мұхажанұлы.